Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи жұбайларына айтылып жатыр: ал енді сендерден мақсаттарың жақсы болды, алла тағаланы, елшісін және ақыретті дүниеден жоғары қаладыңдар, енді мына нәрселерді айтайын дейді сендерге. Кім сендерден Аллаға және елшісіне тұрақты бойұсынатын болса, авторитет қай жерде тұр екен? Бедел бойұсынуда екен ғой. Неғұрлым бойұсынамыз, соғұрлым сүйкімді боламыз Аллаға, соғұрлым аман қаламыз. Алла тағаланың бір амал шарасынан аман қаламыз. Сондықтан кім сендерден, пайғамбардың әйелдері, кім сендерден Аллаға және елшіге тұрақты бойұсынатын болса, салиқалы амал істейтін болса, 5 уақыт намазы, Рамазан айының оразасы, күйеуіне бойұсынуы, ұятты жерін қорғау, өзі негізі бір хадисте осы 4-еу айтылған. Осы 4-еуінің өзін істеп алып келсе дейді, жәннаттың кез келген есігінен кіре сал деп айтады екен әйел. Мына жақта да қараңыздар, бойұсыну мен салиқалы амал істеп жатқан болсаңдар, сыйлығын сендердің сыйлығында, яғни пайғамбардың жұбайларына арнайы 2 есе сыйлық береміз дейді. Өйткені сендер Алланың жолына бастап жүрген тура пайғамбардың қасында жүрсіңдер. Сендерге қарап әйелдер қоғамның түзеледі ертең. Сендер үлкен жауапкершілікті алып, яғни сендер де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ұқсап, өздерің үшін емес енді, Мұхаммед пайғамбардың әйелдерінің, үмбетінің әйелдері үшін өмір сүрген әйел болсын деп тұр ғой. Сол үшін сендерге сыйлықта 2 рет жазылады. Сондай-ақ оны сондай бір құрметке бөлейтін керемет ризықты әзірлеп қойдық дейді жәннатта. Одан кейін мына нәрсені қараңыздар. Я ниса ан-наби, әй пайғамбардың әйелдері, ластуннака ахадин минан нисаи. Сендер анау қоғамда жүрген әйелдердің әлде біреуі сияқты емессіңдер. Мүлде басқа адамсыңдар. Яғни бұл жерде біздің әйелдерімізге айтылып жатыр. Ей, намаз оқығандардың әйелдері, намаз оқитын әйелдер, сендер және қоғамдағы әлде бір әйел сияқты емессіңдер деген мағынада. Алладан қорқыңдар дейді. Негізгі қасиет Алладан қорқыңдар. Фала тахтугна бил қаули фаятмағу лази фи қолбихи марадун. Бір бөтен еркекпен сөйлесіп қалсаңдар, далада мысалы жаңағыдай автобуста ма әйелдер жүреді ғой мысалы, жұмыстарында несінде. Сол кезде біреу кетіп бүйтіп сөйлеп қалған кезде қылымсып сөйлеме дейді. Егер қылымсып сөйлесең, ана еркектің жүрегі әйел құмар деген жүректе болса, егер жүрегінде ауру болса, дерт болса, ол сені дәмете бастайды дейді. Қараңыз, Алла тағала ауруларды қалай ашып жатыр қоғамда. Қай жақтан келеді аурулар? Сигнал кетеді, ответ келеді дегендей нәрселер. Соқтан мұсылман әйелдерге не деп жатыр? Қылымсып сөйлемеңдер. Бұл сендердің мінездерің емес. Бұл анау актер, актрисалардың мінездері. Батыс пен шығыстағы киноларын өткізе алмай жүргендер, сол жақтағы адамдардың жаңағы нелерін, небір ойларын жүзеге асырып жүрген. Сендер меніксіңдер дейді. Қылымсып сөйлеме дейді. Бұл сенің характерің емес дейді. Сенің сәнің маған бойұсынуда тұр. Есінде болсын. Олардың сәні қылымсығанда, қиқалаңдағанда тұр. Олар солай өткізгісі келеді өзін өмірде. Сен меніксің дейді. Сен маған қарай өтетін, менің жәннатыма қарай өтетін адамсың. Соқтан сенің киіміңді, модаңды, тіліңді, күллі нәрсесін мен өзім түзеймін дейді. Міне сөйлегенде де қылымсып сөйлемеңдер, әйтпесе ана жүрегінде дерті барлар дәм етіп қалады. Сөйлегенде де шариғат ақтайтын сөзі ғана сөйле. Қажетті нәрсені сөйле, болды. Ары қарай тұра бермеңдер. Тағы не айтайын деп мысалы. Уақорна фи буютикунна. Сондай-ақ үйлеріңде қалыңдар. Вала табарражна табарруджал жахилиятил ула. Анау әлгі исламға дейінгі алғашқы надандықтың кезіндегі әйел кісілер көбінесе сыртқа сәнін көрсету үшін өмір сүрген. Өздерін көрсету, аяқтарын көрсету, денелерін көрсету, сәндерін көрсету, тілін көрсету, дауысын көрсету дегендей нәрселерде. Бұл сияқты нәрсеге сәндерін көрсететін жаңағы нәрсе сияқты сендер енді ашылмаңдар дейді қоғамда олай. Қоғамға шыққан кезде мен айтқандай жаңағы кимешек жаулығыңмен шығасың. Сенің сәнің үйіңе кірген кезде қорна фи буютикунна, үйіңде ашылады күйеуіңе. Қауыршақ күйеуіне ашылады үйінде дегендей нәрсе да. Сен күйеуіңдіксің деген мағынада. Сыртқы нәрседе сен жоғалтқан нәрсе жоқ дейді. Үйіңде, неге үйіңде? Өйткені күйеуге шыққаннан кейін ол ана
балаларын қайда тәрбиелейді ол? Үйінде тәрбиелейді. Егер оның көңілі далада жүрсе, балаларына не береді ол? Не береді балаларына? Балаларына сосын нәңкаға бере салады. Біреуді әкеп бере салу деген сөз, балаң біреу болып шығар деген сөз, ол дұрыс өмір емес анау. Ана адамдардан болашақ мықтыларды шығару керек. Омарлар, мысалы, Алаштың азаматтары сияқтылар шығу керек. Оны ойы далада жүгіріп жүрген әйел қайып шығарады оны сыртқа. Көріне сол сияқты қазір де ойың далада жүгірмейтін сияқты. Бірақ қолында телефон тұрады. Екі көз, ананың екі көз телефонда болса, баласына жерде аузына бүйтіп жаңағы қасықпен бүйте салса, өзің ете саласың ғой деп жатса, бұл уже сыртқа алып кетті бізді, болды. Осы жердің өзінде бар, ұтылып атқан, ұсталып атқан жақтарымыз бар, бірақ белгісіз. Сол нәрсеге де біз байқау керекпіз. Үйлеріңде отырыңдар дейді. Үйлеріңде отырыңдар деген сөз. Жаңа мысалы сыртқа шығатын болса, сен неңмен шығасың. Ең басты сенің сәнің үйде, сол нәрсені істеңіз. Сыртқа сәніңді көрсету үшін шықпа дейді. Сыртқа тек Құдайдың құлы екен, Аллаға бойұсынып қорқып жүрген құл екен, сол мағынада ғана шығасың. Ва ақимна салата, 5 уақыт намазды тұрақты оқыңдар. Ва атина зака, зекетті толық беріңдер. Ва атиғна Аллаха ва расулаху, Аллаға және елшісіне бойұсыңдар. Не үшін осының барлығы? Иннама юридуллаху ли юзхиба анкум риджса ахлал байти ва ютаххиракум татхира. Ей, пайғамбардың отбасы, күллі адамзатқа сендер еркек әйеліңмен қосып үлгі болғандықтан, осы отбасын Алла тағала, осы отбасына күллі жамандықты кетіріп, әбден тазалағысы келеді дейді. Керемет отбасы, өнегеретін, жарқырап тұратын қияметке дейін ешкім сөндіре алмайды оның өнегесін, ешкім кір жұқтыра алмайтын осындай дәрежеде сендерді қалдырып кеткім келеді. Соның жолында еңбек етіңдер деп жатыр да. Олар сол бетінде біз үшін қалды шынында да. Енді міндет бізде. Сол өлегені қаншалықты біз тұтамыз, соншалықты біз де жарқыраймыз да. Қаншалықты одан қалыс қаламыз, соншалықты біз жердің бетіндегі нәрселер алып кетуі мүмкін да. Алла Тағала осындай биік мәртебелі отбасы болып қалыптасуымызды баршамызға нәсіп етсін иншалла.